Сол күннен бастап ұлым маған сиыр саууды міндеттеп қойды. Қайта тамаққа араласпағанына шүкір деп сол сиырды тез сауып сүтті реттеп жүрдім. Күз болып ол оқуға кететін болды. Мен мәзбін. Ана да осылай баласының үйден кететініне қуанады екен-ау деп қоямын. Ертең жолға шығады-ау деп ет дастархан басында тұрғанымызда ұлым әкесіне қарап: «Аға, мен кете салысымен басқа орамал салып, үстіңізге халат киіп, сиырдың бауырында отырмаңыз. Солай қайта сиыр сауатын болсаңыз, мен сізді сыйламай кетем. Тәте, сіз де ағамды басынғаныңызды қойыңыз, ас пісіріп үйренсеңізші. Қыздарыңыз кеткенде не істейсіз? Әбден даярға майыр болып жаман үйреніп алғансыз», деді. «Балам, мен адал асымды жеп отырмын. Мен де тауып отырған адаммын», деп едім. «Ой, тәте, сіз сияқты қызметте жүрген қаншама әйелдер бар. Табыс та табады, бала-шағасын да асырап, баптап күтіп отырады», деп ашулы көзбен қарады. «Сен мені басқалармен салыстырма». «Салыстырып отырған жоқпын. Ол сіз білсін, солардан болсын дегенім», деді. «Тәте, болды, жетер. Берекені қашырма. Өз қателігіңді біл, деді де ұлым тез орнынан тұрып кетті. Ертеңіне екі үлкен қыздарыммен бірге ұлым алыс қалаға оқуға кетті. 9-шы сыныпта оқитын қызым, шалым үшеуміз қалдық. Мен сол сиырды сауып жүрмін. Басқа шаруаны қызым алып жүрді. Тамақ пісіру, нан пісіру, үй жинау, кір жуу, бәрі осы қыздың мойнында болды. Мен ол шаруаны тындыра да алмайтын едім. Келер жылы үлкен қыз оқуын аяқтап келді. Кіші қызға жеңіл болды. Мен сиырымды бермей сауып жүрмін. Ол сиырды мені сұрап жатқан адам да жоқ. Тіпті әр сиырды танып, үйреніп те алдым. Оларды шығарып салып күтіп алатын болдым. Май шайқап, құрт жасаудан шебер болдым. Оны да ұлым көрсетіп кеткен. Өзі әжесімен көріп білмейтін жоқ. Зіркілдеп жүріп маған үйретіп кетті. Балаларым менімен сен деп сөйлесетін. Уақыт өте қыздарым сіз дейтін, құрметтейтін болды. Аз-маз тамақта жасап үйреніп қалдым. Үлкен қыз тұрмысқа шығып құда жекжатты болдық. Арада тағы жыл өтіп, ортаншы қыз да оқуын бітіріп қызметін жасап қасымда болды. Ол кезде кіші қыз оқуға кеткен. Ұлым да жиі келіп тұрды. Солай арада 5 жыл уақыт өтті. Екінші қыз да тұрмысқа кетті. Ұлым оқуын бітіріп бір жылады қасымызға келді. Менде зәре жоқ. Ұлымның қабағына қарап есім шығумен болдым. Жасым 50-ге келсе де тындырып түк істей алмайды екенмін. Үйде қыз жоқ, бар тірлік менің мойнымда. Қайтадан күйген, жанған, тұзы татымаған тамақтар, кірі ашылмақ қалған кірлер, шаң басып кеткен үй, түк ештеңеге үлгере есім шықты. «Тәте, мынау не? Өзің же. Тәте, мынаны ит те жемейді ғой. Неге жағасы кірлеп кеткен? Сен өзің жудың ба? Мынау қалай шештім солай тұр ғой, қалай жуғансың? Мына үйді неге сүріп қоймайсың? Есіктен кірсең шаң көрінеді. Ағама асыңды бер, ағамның жағасы кір болмасын. Ағам жұмыстан келгенде не жейді деген ескертулер есімді шығарды. Мынандай әйтеуір көрші келіншек жауап берді. Ұлым зіркілдеп ұрсып ескертуін тіптен үдете берді. Бір үндемедім, екі үндемедім, соңғы ескертуінде: «Ей бала, ұнамай ма, жеме, ішпе, киме. Менің байым маған ауыз ашпайды, сен бір бәле болдың ғой. Бар айналайын, қатын алды, соған айқайла», дедім. Ұлым ойланып қарап отырды. «Келесі айда үйленем, ешқайда кетпеймін. Осы үйде тұрам, ағамды саған талатып қалдырмаймын. Отырасың сосын күйген жанған ит жемейтін асыңды беріп. Мен осы үйіңдің қастарында тұрам», деді. Әкел қатыныңды, көрем қалай айқайлар екенсің», деп мырс еттім. «Мен айқайлайтын қатын алмаймын, ол өз-ақ бәрін жасайтын болады», деп ұлым тұрып кетті. Бір айдан соң келін келді. Әп-әдемі, үлбіреген қыз. Мен қарап отырмын. Бұл келін балама шыдар ма екен деп қоямын. Келіннің көзі мөлдір болғанмен қалың қасы түйіле орналасқан екен. Бетіне қарағанда қабағын түйіп тұрған тәрізді көрінеді. Қыз да өз үйінің бір тал қызы екен. Оның керісінше 4 бауыры бар екен. Деп түскен күннен бастап келінім менің қолымнан сиыр сауатын шелекті алды. Ой, мен қуандым. Ас әзір, үй жинаулы, кір жуулы, нан пісірулі, сиыр саулы, май шайқаулы, құрт жаюлы, келген қонақ күтулі. Бәрін тыңғылықты орындап, тағы жұмысына да барып келеді.
Келінім балабақшада тәрбиеші еді. Мен ұлымды күнде бақылаумен болдым. Ол әйеліне бір ескерту жасамайды, риза көңілі. Дәл сол уақытта маған шайтан кірді ме, әлде жын түртті ме, мен өзгердім. Келініме тиісе бердім. Жөнсіз бірдеңе тауып алып ұшқитын болдым. Жұмыстан сәл кешіксе дау шығарып көкпектеніп ұлым мен күйеуімнің жоқтығын пайдаланып аузыма не келеді соны айтып бақыратын болдым. Келінім үндемей, басын төмен салып шаруасын істеп жүре беретін. Түк таппағанда менен сөйлеспейсің, мені жақтырмайсың, қабағың бір ашылмайды, не саған ұнамайды деп тиісе беретін болдым. Арада 8 жыл өтті. Мен де зейнетке шықтым. Тіпті ішімді пысты. Немерелеріммен алыстым. Оларды қарап бақпадым. Керісінше олар мазамды алмаса екен дейтінмін. Немерелерім ішіп қойса да келін кінәлі, ішіп қойса да келін кінәлі. Мен әйтеуір аузын жаппадым. 3 қыз 3 үйге келін болып кетіп қалды. Менің ұлым 3 балалы болды. Бейшара келінім сол жүктілік кезінде қиналып жүрсе де, мен оның мазасын ала бердім. Балалардың арасы 2 жылдан онсыз да есін жия алмай отырса, мен кесірене болып оны аямадым. Неге, не үшін солай болдым, өзім ұқпаймын. Енеңнен не көрсең соны істейсің деуші еді, мен керісінше енемнің маған істеген жақсылығының бірін де келініме жасамадым. Ол күйеуіне бір ауыз шағымданбай өмір сүре берді. Тегінде үндемегеннен үйдей бәледі шығады деп, осы бір бәле боп қалар деп күтіп ойлап жүрген едім. Кейде осы келін ене топырағынан деуші едім, мына бәле қайын-ата топырағынан жаралған ба, атасына тартып кеткен, болмаса үлкен ененің топырағынан жаралған ба, үндемей құтылады деп те ойланып қалам. Тура менің енем, менің күйеуім тіл қайтармайды, не бір әңгіме айтпайды, тек сұрағыңа жауап береді, болды. Өсек айту, біреуді сөз қылу деген жоқ. Балаларына да ұрыспай, сыбырлап бірдеңе айтады, олар шешелерінің сыбырлап айтқанын тыңдайды. Ұлыммен тек көзбен сөйлесетіндей, екеуі бөлмелеріне кіріп сыбырлап сөйлеседі. Екеуі ғана ақылдасады. Маған сол қылықтары ұнамайтын. Мен өзімді керексіз адамдай сезіне бастадым. Біресе шалыма тисем, біресе келінге тисем, ішім қасты пысса қыздарыма барып қонақ болып келем. Менің шалым тіпті келін екеуі бір адам сияқты, бір-біріне сөз айтпай-ақ ұғысып, сыйласып тұрды. Шалым жарқырап тап-таза жүреді. Зейнетке шыққан соң өз немерелерімен қой бағатын шығарды. Арада 20 жыл өте шықты. Балам бақытты, келінім бәріне төзіп шыдап келді. 80-нен асып 50 жыл отасқан шалым ешқайсымызды қинамай дүние салды. Ұрысып жүрген шалым да жоқ. Ұлым 6 балалы болды. Немерелер де ержетіп алды жоғары оқуда. Заман өзгеріп, үкімет ауысып, талай кәсіпорындар жабылды. Ұлым вахталық жұмыс жасап, айлап далаға қаңғып жүрді. Мен сол әдетімше келінімді түртпектеумен жүрмін. Түрлі сылтау табам. Қыздарым келсе соларды дұрыстап күтпедім десем, жиендерім келіп, немерелермен төбелесіп қалса, соған да келін кінәлі. Балам көп ақша тауып келсе, маған алтын әпермеді деп дау шығарып әдетке айналды. Сонымен осы қолда да, мойында да, білекте де алтынмен аптап қойды. Мереке, туған күн, жаңа жыл деп сыйлық ретінде тек келінім алып тағып отырды. Қыздарым тұрмысқа шыққанда таққан алтындарын өздері кейін қарыз болдық, қысылдық деп алып қалған болатын. Мына алтындарды тек келін тақты. Ұлым соғым сойса, 3 қызбен тең бөлісіп, олардың той томалағына мықты сыйлық апап, қамқорлығын үзбеді. Ол әжесі берген тәрбие. Ал келін жаққа бір түйір артық зат апарса, мен келіннің құлақымен жейтінмін. Сенің 4 бауырың не әкеліп жатыр, не беріп жатыр деп есін шығаратынмын. Сол сөзді естімес үшін келінім балама өз жағына аса шашылмауын өтінетін. Ал негізінде ол құда балалармен ұлым өзара жақсы қарым-қатынаста екен. Сәл бірдеңеге қысылса, солардан көмек сұрайды екен. Қайналғалар мықты қолдау беріп отырған екен. Соны бірде келін аушыммен айтып қалып, мен оның жер-жебіріне жеттім. Ойпырмай, сонда сенің бауырларың болмаса, ұлым құрдымға кетеді екен ғой. Ойбой, олай болса сенің бауырларыңа арнап ескерткіш қойғызып тағзым етіп жүрейік деп күйіндім.
Апа, олай деген жоқ қой. Олар өзара қарым-қатынаста дедім, деген келіннің сөзін тыңдамадым. Көкпеттікке салып, не болса соны айттым. Мүләйімсіме, сенің естер. Құлағым естіді. Сенің бауырларының арқасында менің балам күн көріп жүр екен. Сен оны айтқың келді дедім. Сөмірейе қалады екенсің, айтарыңды айтып, өзара қарым-қатынас дейді. Не қарым-қатынас ол? Сүмеңдеп келіп, телміріп тұрғандар деп едім. Ер жетіп қалған 18-ге келген немерем қасыма жетіп келіп. Әже, осы сіз адамның қашан болса да сөзін тыңдамайсыз. Неге әрдайым өтірік жала жабасыз деп дауыс қатты шығарып айтып кетті. Келінім бар пәрменімен баласын шапалақпен ұрып жіберді. Бала ұшып түсті. Келінім қолымен орнынан жұлқып тұрғызды да, аузынан шарт еткізіп тағы бір салды. Иығынан жұлқи ұстап тұрып. Мен байқамай жүріппін ғой. Сен ер жетіп тілің ұзарған екен ғой. Қане, әжеңнен кешірім сұра да, көзіңді құрт деді. Мен аң-таң болып не айтарымды білмей, не істерімді білмей тұрып қалдым. Немерем көзінің жасы көл болып тұрып, әже кешіріңіз, екінші сізге дауыс көтермеймін деді. Мен тіл қата алмай мелшиіп отырмын. Немерем жүгіріп бөлмесіне кетті. Апа, бір ашуыңызды маған беріңіз. Мен артық айттым. Сіздікі дұрыс. Мен бауырларыма аса жақын араласпауын өтінем деп келінім де тұрып кетті.